Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ә, Қазіргі таңда елімізде көп тартысылып, мұсылмандардың арасында сөз болып айтылып жүрген мәселелердің біреуі келіннің иіліп сәлем беру мәселесі. Кейбір мұсылмандар шығып бұны ширк деп, жаңағы бұл істі жасаған адамды иіліп сәлем бергенде мүшрик қылып діннен шықты деп қатты сөздер айтып жатады. Енді бұл сөз қаншалықты дұрыс, соны бір қарастырып көрейік. Негізі біз бұл мәселеде айтарымыз, бұл ақида мәселесіне еш қатысы жоқ дейміз. Яғни оны ширк деп айтатындай. Бұл фикх мәселесі. Бұл жерде тек қана ең көп айталатын үкім бұл харам, немесе макрух, немесе халал деп айта аламыз. Немесе мубах деп айта аламыз. Ал ширк деп айту бұл жерде ол жаңағы ақиданың мәселесі емес. Иіліп сәлем беру. Неге? Өйткені сәлем беру ниетімен иіліп жатыр. Адам бұл жерде қарама қарсында тұрған кісіге ол менің жаңағы құдайым деп сол ниетпен иіліп, табыну ниетімен жаңағыдай иіліп жатқан жоқ. Бұл екі нәрсенің арасында көп айырмашылық бар. Көптеген бауырлар бұл екі нәрсені айыра алмай, қаншама бауырлардың араларына іріткі салып жүр. Енді мына нәрсені біліп қойыңыздар. Бұрынғы пайғамбарлардың дінінде, және мысалы біздің пайғамбарымыздың дінінде таухид мәселесі бір болған. Қай нәрсеге иман келтіру керек, бәрі бір, өзгеру жоқ. Мысалға Нұх пайғамбардың дінінде, Адам алейхиссаламның дінінде ширк болған бір нәрсе біздің пайғамбарымыздың да дінінде ширк болып есептеледі. Ал фикх мәселесі өзгеруі мүмкін. Адам алейхиссаламның заманында халал болған нәрсе біздің пайғамбарымыздың шариғатында оның үкімі харам болуы мүмкін. Фикх өзгеру мүмкін. Яғни менсух үкімі жойылуы мүмкін, менсух. Ал бірақ ақида мәселесінде несх менсух мәселесі жүрмейді. Яғни үкім жойылды. Адам алейхиссалам заманында ширк емес еді, біздің пайғамбарымыз заманында ширкке айналды. Ондай мәселе ойлау дұрыс емес, мүмкін емес. Дәлел ретінде сіздерге Құранда көп жерде баян қылынған сәлем берген кезде сәжде қылу, сәждеге барып сәлем беру мәселесі. Бұл мәселе Құранда бірнеше жерде келеді, және де Құранды оқыған кісілер, Құранды білетін адамдар өте жақсы бұл мәселені біледі. Бұрынғы діндерде сәждеге барып сәлем беру, яғни жайыз еді, рұқсат еді. Періштелердің адам атамызға сәжде қылуы. Бұл жерде сәжде кәдімгі біздің білген сәждеге барғандай басын маңдайға тиіп сәлем беру. Періштелердің сәлем беру. Аят «Ва сәжәдәл мәләикату күллу». Бүкіл періштелер сәжде қылды дейді. Аллаху Тағала Құранда баяндайды. Бұған иман келтіреміз. Біреу күмән келтірсе діннен шығады. Бірақ олардың сәлемі адам атамыздың табыну ниетімен емес, сәлем беру ниетімен болған. Сол сияқты Юсуф сүресінде Яқуб пайғамбар және оның балалары, әйелі Юсуф пайғамбарға сәжде қылуы. Ол Юсуф сүресінде айтылады. Олар сәжде қылды, пайғамбардың өзі сәжде қылды, бірақ сәлем ниетімен. Неге? Өйткені олардың шариғатында сәждеге барып сәлем беру жайыз, рұқсат еді. Біздің шариғатымызда оның үкімі жойылды. Пайғамбар саллаллаху алейхиссалам Муаз ибн Джабалды Шамға жібереді. Біраз уақыттан кейін Муаз ибн Джабал келіп, пайғамбарымыз алдына келіп сәжде қылады. Сол кезде пайғамбарымыз Муаз не істеп жатсың, неге қылдың деген кезде, я Расулаллах, Шамға барғанымда
ол жақтың адамдары өздерінің басшыларына сәжде қылып сәлем бергенін көрдім дейді. Мен де сол кезде, мен де пайғамбардың алдына барған кезде дәл осылай істеймін деп ниет еттім дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабалды олай істеуден қайтарады және де бұйырады. Егер мен бір кісінің екінші кісіге сәжде қылуын рұқсат еткенімде, міндетті түрде әйел адамның күйеуіне сәжде қылуын рұқсат етер едім деп бұйырады екен. Яғни бұл хадиспен біз біздің шариғатымызда сәлем ниетімен сәждеге бару ол үкімі харам екенін аңғарамыз. Бірақ ширк бұл жерде мәселе жоқ. Ширк мәселесі емес бұл. Оны өте дұрыс түсінуіміз керек. Егер біздің шариғатымызда ширк болғанында, мысалға сәлем ниетімен сәждеге барудың өзі ширк болғанында, онда Яқуб пайғамбар, Адам атамыз, олардың діндерінде ол ширк болар еді. Бірақ олардың діндерінде бар еді, және оларды мүшрик емес, Алла Тағала оларды мұсылман дейді, демек ол ширк емес. Бұл тек қана харам халал мәселесі ғана, фикх мәселесі ғана. Енді бұл мәселелерді бауырларға түсіндіріп айтқанымызда кейбіреулері мынандай бір сөздер айтады. Бұл жерде аяттарда, хадистерде сәжде мәселесі келген, сәжде мәселесі жайында айтылған, ал иіліп сәлем беру мәселесі айтылмаған. Яғни олардың діндерінде де иіліп жаңағындай сәлем беру ширк болған. Сәжде қылып сәлем қылу ширк болмаса да, иіліп сәлем қылу ширк болған. Сол себептен біздің дінімізде де ширк болады деген сияқты сөздерді айтады. Яғни бұл бауырларымыз негізі, білесіздер, хадистің немесе Құран аяттарының сырт көрінісіне ғана қарап үкім беріп жатады. Аят хадистің тереңіне үнілмейді еш уақытта, өкінішке орай. Ал Құранда көптеген дәлелдер бар. Тек қана сыртқы көрінісіне ғана емес, оның жаңағы тереңіне де үнілуіміз керек. Оны иқтидо, ол үкімді керектірген басқа бір үкім шығарады. Мысалы, Құранда мынандай бір аят бар. «Вәлә тақул ләхума уф» дейді Аллаху Тағала. Әке шешені уф, туф деп айтпаңдар дейді. Ғұламалар бұл аяттан мынандай үкім шығарады. Уф, туф деп айтуға болмаса, онда әке шешені ауыр сөз айтуда болмайды. Тіпті қол көтеруде ол үлкен күнә болып есептеледі деп осы аяттан шығарады. Неге? Осы аяттың керегі. Ал енді бұрынғы пайғамбарлардың дінінде сәлем бергенде сәжде қылу егер ширк болмаса, онда әула жолымен әлде қайда иіліп сәлем беру ширк емес, және де харам емес мағынасы шығады. Әула жолымен. Сол өткені адам сәждеге барған кезде ол денесі не істейді? Иіледі. Иіліп барып не істейді? Сәждеге барады. Сол мағына шығады. Демек, ол пайғамбарлардың дінінде сәждеге барып сәлем беру жайыз болған сияқты, иіліп барып сәлем беруді жайыз екендігі ортаға шығады. Ортаға шығады. Енді біздің дінімізде не дейміз? Біздің дінімізде сәждеге барып сәлем беру ол үкімі харам болды. Сол сияқты руку сияқты иілу, рукуға ұқсатып иіліп сәлем беруді ол жайыз емес. Ал енді басын әшейін ғана ию, ол бұл жерде проблем жоқ. Басын иіп бір сәлем беру, бұл жерде не бар? Оқасы жоқ дейміз. Оқасы жоқ. Өткені бұл мәселеде өкінішке орай осы иіліп сәлем беруге қатысты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бірақ қана хадис келеді. Бұдан басқа ешқандай бір сахих, бір даиф хадис жоқ. Бірақ қана хадис бар. Ода имам Тирмизи риwayat қылады. Ан Анас ибн Малик радиаллаху ан қал. Анас радиаллаху ан айтады. Қала раджулен, бір кісі айтты пайғамбарымызға дейді. Я Расулаллах, الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له. Я Расулаллах, о Алланың елшісі, кісі бауырмен кездескен кезде, я болмаса досымен кездескен кезде, оған иіліп барып сәлем бере ала ма дейді. Пайғамбарымыз қала, ля, жоқ деп жауап берген. Қала, афаялтазимуху ва юқаббилуху. Я Расулаллах, ол бауырын
құшақтап сүйе ала ма? Қала ла, жоқ деп жауап берді. Қала афаяхузу бiyadihi wa yusahhifuhu. Қолынан ұстап сәлем бере ала ма я Расулаллах деген кезде қала наам, иә деп жауап берген. Енді қараңыздар, біз бұл хадиске қарап, біз не дейміз? Бұл хадисте иіліп сәлем беруден пайғамбарымыздың жоқ деп айтуынан біз бұл жерде ширк мағынасы, не болмаса харам мағынасы шықпайды деп айтамыз. Харам мағына, бұл ширк. Бұлай тұрсын, бұл жерде харам деп те айта алмаймыз бұл үкімді. Неге? Оған байланысты бірінші себеп бар. Бірінші себеп. Өйткені хадис сахих емес. Имам Ахмед ибн Хамбал бұл хадисті әлсіз деген. Хадисті ривайет етушілердің ішінде Ханзала ибн Убайдуллах деген кісі бар. Ол әлсіз рауи, әлсіз ривайет қылушы есептеледі. Екіншіден, тіпті бұл хадисті қабылдаған жағдайдың өзінде сахабидің иліп сәлем беруі, яғни сахабидің иліп сәлем беруге бола ма, болмай ма деген сұрағына пайғамбарымыз жоқ деп айтқан. Не деген сөз? Яғни істемесен жақсы деген мағынаға келеді. Өйткені егер бұл иліп сәлем беру жайыз болмағанда, харам болмағанда пайғамбарымыз жоқ деп қана жоқ деген сөзбен шектелмей, бұл болмайды деп қатты сөздерді айтар еді, қатты ескертер еді. Тіпті бұл егер ширк амал болса, әлде қайда пайғамбарымыз түсіндірер еді, әлде қайда жаңағы тереңнен, жаңағындай басқа сөздермен айтар еді. Бірақ пайғамбарымыз ла, жоқ. Яғни істемесін жақсы деген мағынаға келеді. Я Расулалла, бір бауырымызды көрген кезде сәлем ниетімен иілсек бола ма? Пайғамбар жоқ, істеме қой бұны деген мағына шығады дейді. Өйткені хадистің жалғасында, егер аңғаратын болсаңыз, сахаби жалғасында я Расулалла құшақтап сүйсе бола ма дегенде жоқ деп жауап береді. Бұл сөздің мағынасы да керек емес деген мағынаға келеді. Яғни неге? Өйткені егер жаңағы бауырлардың логикасымен ойланатын болсақ, егер сәлем ниетімен иілу ширк болғанда, онда бір мұсылман бауырны кездескен кезде сәлем ниетімен құшақтап сүйу, бетін сүю де ширк болар еді. Өйткені пайғамбарымыз оған да ля деп жауап берді. Бірақ ешқандай ғұлама бұл амалдың, құшақтап сәлем берудің, сүюдің ширк болғандығын айтқан жоқ, тіпті харам болғандығын да айтқан жоқ. Соны аңғарамыз. Тіпті харам болғанын айтқан жоқ. Тіпті құшақтасып, кей кездерде құшақтасып, бір-бірін сүю, ол хадистерде оны көреміз, сүннет екендігінде байқаймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сахабалар күнделікті бір-бірімен кездескен кезде қолдарын ұстап сәлемдесетін еді. Ал алыстан, немесе ұзақтан, көптен, бұрыннан көрмеген мұсылман бауырын кездескен кезде құшақтасып амандасатын еді деген хадистер көп, сахих хадистер бар. Мысалы, солардың бірі Табук жорығына қатыспаған Кааб ибн Малик деген сахабаның оқиғасы. Ол жерде пайғамбарымыздың мәжілісіне барған кезде сахабалардың біреуі атып тұрып, оны құшақтайды. Бұл сахих хадис. Егер құшақтап сәлем беру ширк болғанда, онда сахабалар ширкке түсіреді. Егер құшақтап сәлем беру ширк болғанда, онда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям олай амандаспайтын еді, құшақтаспайтын еді, бірақ сүннетте келген. Демек, құшақтап сәлем беру ширк емес, ол харам да емес. Сол сияқты сәлем беру ниетімен иілу де ол ширк емес, харам да емес. Бұл жерде ең көп айталатын үкім ол макрух болуы мүмкін, тек қана дейміз. Сол сияқты кісі бұл амалды егер әдетке айналдыратын болса, құшақтасып сүйіп сәлем беруді күнделікті, ол да негізі жақсы емес деп айтамыз, бірақ ол жерде харам деп те айтпаймыз. Өйткені макрух болады дейміз. Неге? Өйткені сахабалар
анда-санда бір-бірлерін көрген кезде, ұзақтан біреу келген кезде құшақтасып сәлем береді. Енді бұл ширк мәселесі емес, бұл ақида мәселесі емес. Бұның бір фикх мәселесі екендігін аңғарамыз. Үшіншіден, бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қаншалықты дәрежеде иіліп сәлем беру жайында толық сипат айтылмайды. Мүмкін бұл жерде пайғамбарымыз рукуға ұқсап сәлем беру жайында айтып жатқан шығар, лә деп, жоқ деп. Өйткені біз де рукуға ұқсатып иіліп сәлем беру жайында біз жоқ, болмайды деп айтамыз. Ал енді басыны жай иіп, ол жерде оқас жоқ. Неге? Ол өйткені рукуға ұқсамайды. Басыны жай иіп сәлем беру, мысалға, ол жерде оқас жоқ деп айтамыз. Бұл екі нәрсені шатыстырмау керек. Сол себептен бұл жердегі біріншіден хадистің жаңағында сахих емес екендігі жайында тартыс бар. Соны ескере отырып, бір. Екіншіден, бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам иіліп сәлем беруге қатысты нақты харам сөзі келмегендігінен себеп имам Науави рахимахуллаху тағала иіліп сәлем беруге макрух деп айтқан екен. Яғни бұл жерде ешкім ширк харам деген үкім айтпай жатыр. Қарап отырсақ, сол себептен айтарым бұл мәселеге қатысты. Яғни кейбір хадистерге қарап сыртқы көрінісін ғана алып, хадистердің аяттарын тереңіне үңілмей, басқа дәлелдерден қарап үңілмей үкім беру өкінішке орай көптеген қателіктерге жол ашып жатыр. Әйтпесе бұл мәселе айтқанымдай, ең баста айтып өткенімдей, бұл ширк ақида мәселесі емес, бұл жерде фикх мәселесі. Егер кісі бір бауырына рукуға ұқсатып, рукуға барғандай иіліп барып сәлем беретін болса, бұл жайыз емес деп айтамыз. Ал енді басын ғана иіп қана бүйтіп, сәл ғана иіп қана амандасатын болса, бұл ширк болмайды. Бұл яғни харам болмайды, бұл макрух болмайды. Бұл жайыз болады. Яғни жай ғана басын иіп сәлем беруде ешқандай дін тұрғысынан оқасы жоқ. Аллаху алам.